Бүгін шындық айтасың, ертең қамаласың. Бірнеше күн бұрын шындықты айтып шырылдаған дихандар мен мақташылардың төрағасы Төрехан Нұрлыбеков есімді азамат қазір қамауда отыр. Себебі орын алып жатқан заңсыздықтарды әшкерелеп, Дархан Сатыбалдының бәрін қатырып жатырмыз деген өтірік уәдесінің орындалмағанын айтып, президенттен көмек сұрады. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдыны ашық сөйлесуге шақырып, мән-жайды түсіндіруін талап етті. Ал Дархан Сатыбалды әдеттегідей үнсіз. Ол аздай су ресурстары министрі Нұржан Нұржігітов облысқа келген кезде кездесіп өз ұсыныстарын айтпақшы болған мақташыларды Жетісай ауданының әкімі Мамытов Серік пен облыс әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы әкімдіктің есігін ішінен жауып алып кіргізбей қойған. Сұрақтарымызды қоюға келіп ек, мені министрлік, су министрі келген, Жетісай ауданының әкімі, ішінде басшысы Ермек Кенжеханұлы есікті жауып алып, біздің дихандарды, мені, басшысы мені кіргізбей тұр. Мінекей, бұл енді мына біздің қазіргі жаңа Қазақстанымыздың осындай дихандарға, мына қара шаруаға көрсетіліп атқан несінің бір түрі мінекей. Түркістаннан әділдік іздеп Астанаға келе жатқан бір топ азаматты Таразға жеткенде пойыздан күшпен түсіріп алып, мақташылардың төрағасын қамауда ұстап отыр. Жібермейміз оны. Не деп барады? Қолын ана жауыңыз. Еш жоқ тұрса, кіргізбе. Жеге жап, құлтап қой болды. Жерден шығып кетпейді. Астанаға барыңдар, пожалуйста, кеңдер сол жерде. Заңды қағазмен келіп әкел. Заңды қағаз әкел. Заңсыз қағазмен шықпайды ол. Заңға бағыңыз. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Дархан Сатыбалдының мұншалықты тайраңдап, ойына келген істеуіне қалай шара қолданбастан жол беріп отырсыз? Дархан Сатыбалды Айгүннің аманда қоластындағы аудан әкімдерімен қосылып, қарапайым халықтың да, кәсіпкерлердің де, мақташылардың да құқығын таптап, игерілуге тиісті қаржыны жымқырып отыр. Қасым-Жомарт Кемелұлы, Дархан Сатыбалдының бұндай заңсыз әрекеттерін өз назарыңызға алып, қатаң тексеру жүргізуіңізді сұраймыз.